өткенде әкемнің қырқында бір уағыз жүрегіме қатты батты. Айтады, әрбір баланың жәннатқа кіруіне 2 кепілдік беріледі дейді. Ол әкесі мен шешесі екен ғой. Кім ата-анасының разылығын алса, олар жәннатқа кіреді. Ертең қиямет күні бала тозаққа кіріп баратқанда, тозақтың қақпасында тұрған періштелер таң қалады екен ғой. Сенің әке шешең болған жоқ па деп. Әке шешең бола тұра жәннатқа кіре алмадың ба деп таң қалады екен дашы. Менің қазір бір кепілдігім қалды. Әкем Раббысына қайтты. Мен анама бұрыннан қызметтемін. Енді одан да көп қызметте болам. Өйткені менде бір-ақ кепілдік. Ойлашы, біреу кетті. Сіздерге айтарым, тірі жүрген жәннат адамдар үйлеріңізде бар ма? Әкеңіз бен шешеңіз қызметін жасаңызшы. Досқа, басқаға уақыт табылады. Әні-міні дегенше уақыт өтеді де кетеді. Олар да Раббысына қайтады. Бәріміз Раббымызға қайтамыз. Бұл өмірде ешкім тірі қалмайды. Тірі жүрген жәннатты адамдарымызды бағалайықшы. Уақытымызды арнайықшы. Көңілімізді бөлейікші. Қай бір ғұмырлар қалды дейсің. Уақыттың өте жылдам екенін мен айтайын. Уақыттың өте тез екенін. Жаныңда жүрген әкеңнен не анаңнан айырылғанда біледі екенсің. Кеше ғана іңгәлап жүрген бала едің да, бір күні оларды көміп жатсың да. Қарап тұрсаң кеше ғана сияқты. Бірақ уақыт өтіп кетеді екен. Арманда қалмайық.